Бүгін біз кітаптың екінші бетіне келдік. Екінші бетінде Джон өзінің досына, өзінің көмекшісіне және өзінің әйеліне алғыс айтады. Өзінің көмекшісі осы кітапты ауызша түрден жазбаша түрге жазып шығуға көмектескені үшін және оның досы осы кітапты міндетті түрде орындау керек, жазу керек деп көмектесіп өзінің кеңесін, ақылын айтқаны үшін алғыс айтады. Және әрдайым кез келген қиындықта өзінің Сильвия деген келіншегі өзінің сүйіспеншілігін, қолдауын білдіріп отырғаны үшін алғыс айтады. Кез келген қиындықта бауырлардың, ата-ананың көмегі әрдайым өте маңызды. Бірақ көмектеспейтін де бауырлар бар, көмектеспейтін де ата-аналар бар. Сол себепті де екі есе мықты болу керек әйел заты дегенге толықтай келісем. Енді ары қарай не болатынын көрейік. Үшінші, төртінші соңына дейін мүлде басқа адам болып өзгересіз. Тыңдаңыз.